баршаңыз. Менің есімім Балтынова Латифа. Мен 72-ші мектепте 1-ші А сыныпта оқимын. Мен анаммен бірге мұғалім күнге. Ұстазым Айнұр Көлібайқызына сондай гүл дайындаймын. Ендеше кеттік. Ең бірінші видеода көрсетілген өлшеммен ақ қағаздар дайындаймыз. Әр қағазды екіге бүктеп, шеттерін дөңгелетіп қиямыз. Жасыл қағазды зигзагпен қиып, жапырақ дайындаймыз. Жапырақтың шетін саусақпен ширатамыз. Екі ақ қағазды бір-біріне қойып, ортасын кеңітеміз. Ішіне кәмпитті салып ораймыз. Анамның көмегімен ыстық желімін жабыстырамыз. Астына ағаш тақша салып бекітеміз. Енді етегіне желім жағып, жапырақты айналдырып жабыстырамыз. Қолдарыңызды байқаңдар. Желім өте ыстық екен. Жапырақ пен таяқты кішкене жасыл қағазбен жабамыз. Ендігі кезекте картоннан гүлге қорап жасаймыз. Сыртын қызыл қағазбен жабамыз. Ішін пенопластпен толтырамыз. Бетке пенопласты ақ қағазбен жабамыз. Ақырын, асықпай, гүлдерді жақындамай, асықпай орнатамыз. Сыртын таспамен әсемдейміз. Осылайша менің ұстазыма дайындаған гүлім дайын болды. Сіздерге ұнады ма менің гүлім?